Сәлем достар, мен қозғыш тіндер физиологиясы тақырыбын жалғастыратын боламын. Егер сіздерге физиология пәні қызық болса, каналыма тіркеліп алыңыз. Бұдан былай күнделікті бір тақырыпты шығарып отырамын. Өткен сабақта біз қозғыш дегеніміз не, тітіркендіргіш не деген сұрақтарға жауап бердік. Енді тітіркендіргіштердің жіктелуі. Алдыңғы сабақта айтқандай, тінге әсер еткен кез келген сырттан түскен затты біз тітіркендіргіш деп айтамыз. Ал ол тітіркендіргіш тінге әсер еткен кезде оған жауап реакциясы пайда болады дедік. Енді тітіркендіргіштер қалай жіктеледі? Ең бірінші олар күшіне қарай жіктеледі. Күшіне қарай олар 5 түрлі жіктеледі. Біріншісі қозу табалдырығынан төмен, қозу табалдырығына деңгейінде, қозу табалдырығынан жоғары, максималды және максималдыдан да жоғары күш деп бөлінеді. Қозу табалдырығы дегеніміз не? Осылай аталады, МПП және КУТ деп аталады. Мембрана потенциал покоя дегеніміз бұл. Мынау мембрана, яғни тыныштық жағдайында тұр дегенді білдіреді. Ал КУТ дегеніміз критический уровень деполяризация, яғни поляризация дегеніміз бұл қозу, ал деполяризация қозудың бұзылуы, яғни уже жаңағы тіннің әрекетке келуін айтамыз. Енді осы тыныштық жағдайында тұрған тінді әрекет потенциалына айналдыру үшін, яғни деполяризациялау үшін ең әсер ету керек болған ең минималды күшті біз қозу табалдырығы деп айтамыз. Яғни мынау тыныштық жағдайда тұрған болса, оған әсер еткен кез келген күш онда ответная реакцияның пайда болуына әсер ете алмайды. Яғни оның пайда болу үшін минималды өзінің күші бар. Мысалы, ең біріншісі қозу табалдырығынан төмен. Қозу табалдырығынан төмен күш әсер еткен кезде, бұл кезде тінде ешқандай реакция болмайды. Себебі мынау кутқа жеткен жоқ. Яғни қозу табалдырығына жеткен жоқ. Бұл кезде ешқандай реакция болмайды. Мысалы, бір үлкен затты көтеру үшін немесе оны итеріп жүргізу үшін үлкен күш керек болады. Ал өте аз күштер олардың әрекетіне әсер ете алмайды. Осы сияқты минималды күш әсер ету керек ол қозғалу үшін. Ал екіншісі қозу табалдырығы деңгейінде. Яғни мына тұрған тінді әрекетке келтіру үшін әсер ете алатын ең минималды күш осы. Осы күш әсер еткен кезде өте аз болса да реакция пайда болады. Ал үшіншісі қозу табалдырығынан жоғары. Яғни мынау әсер еткен күшіміз, мына жерде әсер еткен күшіміз ең минималды күш болды. Ал сол ең минималды күштен жоғары күштерді біз қозу табалдырығынан жоғары күштер деп айтамыз. Ал максималды дегеніміз бұл сол тін жауап бере алатын ең максималды жауап реакциясы пайда бола алатын күшті айтамыз. Яғни өте үлкен күш, максималды күш әсер етті және тінде реакция болды. Ал максималдыдан жоғары дегеніміз бұл уже жаңағы тін ол өте жоғары күшке жауап бермейді. Себебі тін өзін-өзі сақтап қалу үшін осылай жауап реакциясы болады. Ал мысалы жаңа айттық, біріншісінде ешқандай реакция болмайды, ал екіншісінде өте аз реакция, жауап реакциясы болады. Ал екіншісінде өте аз болады, үшіншісінде одан жоғары болады, төртіншісі ең максималды жауап реакциясы болды. Ал бесіншіде не болады? Бесінші күш әсер еткен кезде ол тін қандай жағдайда тұр, соған қараймыз. Ол үш түрлі жағдайда болуы мүмкін. Біріншісі экзалтация, үшіншісі относительная рефрактивность, ал үшіншісі абсолютті рефрактивность. Бұл үшеуінің келесі видеода мен толықтай түсіндіремін. Ал енді күшіне қарай жіктелуі түсінікті болса, онда келесі жіктелу бұл түріне қарай жіктеледі. Яғни сырттан әсер еткен тітіркендіргіш төрт түрлі болуы мүмкін. Химиялық, биохимиялық, биологиялық, механикалық, физикалық. Химиялық дегеніміз бұл сырттан кислота әсер етуі, немесе дәрілік заттар, немесе әртүрлі уланулар әсер етуі мүмкін. Ал биологиялыққа бактериялар, вирустар, саңырауқұлақтар кіреді. Кез келген инфекцияны біз биологиялық деп айтамыз. Енді механикалық дегеніміз травма, ушиб, ұрып алу, соғып алулар жатады. Ал физикалыққа сәулелер, ток, атмосфералық давление солар жатады. Ал биологиялық
сәйкестік бойынша жіктелуі адекватты және неадекватты деп айтамыз. Мысалы, кез келген тіннің өзінің адекватты тітіркендіргіші болады. Мысалы, көзге ол свет түсуі, свет түскен кезде көз көреді, дыбыс шыққан кезде құлақ естиді деген сияқты. Ал енді көзге мынау свет түскен кезде көздің реакция беруі бұл адекватты тітіркендіргіш әсер етіп тұр. Ал көзге кислота немесе өте қышқылды бір зат тиіп кеткен кезде көзде реакция болады, яғни көз қызарып жас ағады. Ал бұл да жауап беріп тұр, бірақ бұл қоздырғыш тітіркендіргіш неадекватты деп айтылады. Егер сізге сабақ ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіз.